Сәлем, мен Тоқма әлеміне қош келдіңіздер. Наурыз мерекесі құтты болсын, елдің бәрі ақ мол болсын дейді, берекелі, табысты жыл болсын. Мындай керемет тоқмаларыңыз көп болсын, қыздар. Кімге демалыс, ал тоқмашылар демалмайтын шығар. Міне біз жилеткамызды мен сіздерсіз өзім тоқыдым, өйткені бұл жерде ешқандай қиындық жоқ, оң теріс. Өрнектерін мен сіздерге алғашқы видеода түсіндірдім, көрсеттім. Оны мына подсказкадан көресіздер. Егер де менің каналыма бірінші рет кіріп отырсаңыздар, онда міндетті түрде ішіндегі видеоларды көріп шығыңыздар. Мен қазақша ютубтағы тоқыма туралы қазақша контенттің санын көбейту үшін еңбек етіп жатырмын. Міндетті түрде еңбегімді бағалап, жазылып қойып, лайк, комментарийлеріңізді аямаңыздар. Ол міндетті. Және қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің жаңа видеоларым туралы үнемі хабардар болып отырасыздар. Оған ерінбейік, қыздар. Енді мен мынау сіздерге ары қарай түсіндірейін, не жасау керек екенін. Мен бірінші видеомда мына жерге келдім, мына жеңін әлі бастаған жоқпын. Енді жеңін қалай бастаймыз? Жеңін бастау үшін есеп қараңыздар. Мынандай орамдар. Осындай орамнан біз 8 орам жасауымыз керек. Ең соңғы орамды біз оң жағынан жасадық қой. Оң жағынан жасаған соң жеңді біз теріс жағынан бастаймыз. Жеңге бірінші мынау кеудешені тоқымамызды бөліп аламыз. Қалай бөлеміз? Қараңыздар. Бұл жерде 30, 45, 52 деген сандар бар. 30-ды біз тағы 7, 23 деп бөлеміз. Не ол? 7 ол біздің планкамыз. 7 ілмек. Оң етіп тоқимыз, өйткені орамалды тоқу. Одан кейін мына жерде 23 ілмек тоқимыз. Теріс етіп, теріс жағынан жасап жатырмыз ғой. Және мына жерге жеңіне 45 ілмекті оң етіп тоқимыз, орамалды тоқу, платочная вязка. 45. Мына екінші жағынан да дәл сондай болу керек. Дәл солай қалу керек. Мына жақтан 30, мына жақтан 45, сонда 75 қалу керек. 75 қалған соң, ортадағы егерде ілмекті санайтын болсаңыздар, арқасына 52 ілмек қалады сіздерде. 52. Егерде дәл бұлай қалмайтын болса, онда қатеңізді іздеңіз. Онда біз бір жерде орамды ілмей алмай қалуыңыз мүмкін. Ондай да болады. Кейде қателесіп, мына гүлдердің арасынан әсіресе орамды байқамай қаламыз. Оны бірінші туралап алыңыздар. Соның бәрін туралап алғаннан кейін ары қарай тоқимыз. Енді былай тоқисыз. Планка тоқыла береді, мына жақ теріс болып тоқыла береді. Ал мынау жеңін сіз орамалды тоқумен тоқисыз. 8 қатар тоқып аласыз. Мен 8 қатар тоқыдым. 8 қатар тоқып алған соң, мына жеңді біз мына жер жабық көрініңіз, как реглан сияқты, ол регланның жеңі. Бұл жеңді тағы да теріс жағынан жабасыз. Теріс жағынан. Оң емес, именно теріс көрініңіз. Теріс жағынан жабылған. Неге? Өйткені егерде оң жағынан жапсаңыз, мынандай өрім пайда болады. Ал маған ол, енді өзіңіз біліңіз, бірақ маған бұл өрім ұнамайды. Мен үнемі теріс жағынан жабамын. Сонда қараңыздар, міне. Оң жағында мынандай әдемі теріс ілмектер пайда болады. Және кәдімгі қарапайым әдіспен жабамын мен. Бұл әдістің мағынасы неде? Біз бірінші мен бастап қойған едім, міне, қараңыз. Бірінші тоқып аламыз. Былай, егерде былай жабып үйренген болсаңыздар, бірденен, онда сіздерге бұл. Қараңыздар, бірінші тоқып аласыз, одан кейін мынау алдында тұрған ілмекті былай өткізіп аласыз. Тоқып аласыз, өткізіп аласыз. Бұл әдіспен, бұл қарапайым әдіс, бұл әдіспен мен, мысал үшін мынау, қалталардың аузын жапқан кезде, немесе иықтарды жапқан кезде осы әдісті қолданамын. Кішкене бостау алу керек та, мына тарылып қалмау үшін мына ілмектерді бостау алыңыз. Болмаса, немен жабатын мынандай әдіс бар ғой, білесіздер, ораммен. Былай орам жасайсыз да, екеуін былай өткізіп аласыз. Мына, сонда етегі кеңдеу болады. Осылай жасасаңыз. Осы екі әдістің бірімен жабыңыз. Енді бұл жерде қараңыздар, мынау уже басқаша болады, кішкене. Етегі басқаша болып көрінеді. Мен мына өзімнің әдісімен жаба берем. Осылай жабасыз. Енді бұл жерде мен қанша тоқыдым сіздерге көрсеткім, түсіндіргім келеді. Қыздар сұрап жатыр, неше жіп кетеді деп. Қыздар,
жіптің кетуі, ол сіздің өлшеміңіз, ұзындығыңыз. Мына жилетті 1 жастан бастап 3-4 жасқа дейін кие беруге болады. Негізді қыздарға 1 жастан бастап жоғарыға ары қарай. Енді сіз ұзындығын қанша аласыз өзіңіз білесіз ғой, соған қарай кетеді жібіңіз. Одан кейін бұл жерде өзі мынау этикеткасын 3,5-4,5 деген, мен 3-ші ілмек тағам, 3-ші номерлі. Алдындағылар мен 2,75-пен тоқығам. Сондықтан шамамен 1 жасар қызға егерде 35-тен 40 сантиметр арасында ұзындық алсаңыз 1,5 моток кетеді. Енді ары қарай өзіңіз дұрыстап аласыз өзіңізге ұзындығын. Мен мына жерде қалай жасадым, қосуды неше рет жасадым. Мен қосуды бұл жерде 12 рет жасадым. Менде мынандай 12 орам тұр, 12 тесік бар. Болды. 12 тоқ болғаннан кейін мен әрі қарай қосқан жоқпын, етегі кеңейіп кетті. Сіздер етегін кеңдеу қыламын десеңіздер, қоса беріңіздер. Неше орам қосасыз өз еркіңізде. Ал мынандай айқастыру менде 18. Өткені мен алған модельде солай болған. Мен әзірше солай тоқып жатырмын. 18 мынандай жгут дейді ғой, мынандай орам. Айқастыру 18 менде. 18 айқастыру тоқып болған соң мен мына жерден тағы да етегіне дейін тағы 18 қатар тоқыдым. 18 қатар. 18 қатар тоқып болған соң жаңағы жең сияқты мынау кеудешенің етегін де солай тоқып. Енді бұл кеудеше болған кезде бұны сіздер ұзын қып туника сияқты қылсаңыз болады. Мысал үшін тізеден түсіп тұратын қып, алдында мысал үшін 1 жасар. Кейін мына жіп өте төзімді, әдемі жіп болған соң ары қарай да кие береді. Енді ұнаса егерде оңбайды, өйткені бұл акрил. Сондықтан ары қарай 3 жасқа дейін, 4 жасқа дейін қызыңыздың енді өлшеміне қарай киіп кете береді. Ары қарай өздеріңіз қалағанша ұзарта бересіздер. Мен 1 жасар, 2 жасар қыздарға, 3 жасар қыздарға да осы өлшеммен тоқығам. Басы осындай бірдей болады бәрінің. Бас жағы осылай басталады 74-тен. Ары қарай өзіңіздің жеңге дейін осы да, ары қарай өз қалауыңыз бойынша ұзарта бересіз. Ал қыздар қысқаша осы. Енді көктемге өте әдемі көрінеді, әсіресе мына гүлдері керемет көрінеді. Ойлайды елдер қолдан тіккенде бе, жоқ, жіптің өзі сондай. Егер де сіз бұндай гүлі жоқ жіптен тоқитын болсаңыз, сонда мына жерлерге бір ленточкалар, бір моншақтар маңында өзіңіз білесіз қадасаңыз болады. Ал қыздар, осымен осы кеудешені мен болдым сіздерге түсіндіріп, ары қарай сіздерге сәттілік тілеймін. Міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қазақша контент ютубта, қазақша түсіндірме видеолар көбірек болсын десеңіз, және достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қош сау болыңыздар. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын.